Бүгін біз патриоттық тәрбие ел болашағы жобасын іске асыру мақсатында президентіміздің жолдауына сәйкес биылғы жыл жұмысшы мамандықтардың жылы болып жарияланғандықтан болашақ ұрпаққа бағыт бағдар беруге арналған маңызды жұмыс атқарудамыз. Бұл бағыттағы тәрбиелік жұмыстар балалардың қызығушылығын, еңбекке деген сүйіспеншілігін арттырып, болашаққа сенімді қадам басуына жол ашады. Темір жол жолдарын жөндеп, күтіп ұстайтын адамдар олар лесадан түзу берік болуын қадағалайды, спалдарды ауыстырады және жолдағы ақауларды жөндейді. Темір жолшы еңбегі арқасында пойыздар қауіпсіз және жылдам жүре алады. Бұл мамандыққа жауапкершілік, дәлдік және еңбекшілдік қажет. Дәнекерлеуші металды біріктіретін маман. Ол дәнекерлеу аппараты арқылы екі темірді бір-біріне қосады. Сварщиктің жұмысы өте маңызды. Өйткені көпірлерді, вагондарды, машиналарды, тіпті металл бөліктерін мықтап жалғайды. Ол арнайы қорғаныс киім мен маска киім жұмыс істейді. Сварщик, кошебер, батыл және жауапты адам. Слесарь темір жолдағы ең маңызды маман. Ол пойыздың бөлшектерін, вагон мен локомотивтерін жөндейді. Бәрін дұрыс жұмыс істеуіне қадағалайды. Слесарьның еңбегінің арқасында пойыздар қауіпсіз жүреді. Оның еңбегі күнделік өмірде өте қажет. Өйткені ол техника мен құралдардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жұмысқа сәттілік тілейміз. Балалар, осы қызықты сәттерімізді естерінде қалатындай фотоальбомға жинап, безендіріп, әр сәтті есте қалдыратын боламыз. Нағыз еңбек адамдар мамандықтарын зерттей отырып, сендер қандай қорытындыға келдіңдер? Әр маман өзінің ісіне адамдарға көмектеседі. Дұрыс айтасың, Айқара. Олардың еңбегі оңай емес екенін түсіндік. Әр маман ерекше бары өз жұмысын жақсы істейді. Жақсы. Ол біздің еңбектің қадірін түсінуге, жауапкершілікті үйренуге көмектеседі. Алған білімді әрі қарай қолданып, өзімізге үйренетін болашаққа елге пайдалы азамат болуға ұмтыламыз. Керемет, Дария. Бәрі жұмысшы мамандарға біз алғысымызды айтамыз. Себебі сіздер біздің өмірімізді жайлы және қауіпсіз етіп жүрсіздер.